Сәлем достар, бүгін біз Йеллоустоундағы алғашқы күніміздің саяхатын әрі қарай жалғастырамыз. Гейзерлерді аралап болған соң Луис сарқырамасына келдік. Бұл жер басқа көрікті орындар сияқты аса танымал болмаса да, өзінің ерекше сұлулығымен көз тартады. Ең бастысы, мұнда жету өте оңай. Көліктен түсе салысымен-ақ сарқыраманың әсем көрінісін тамашалай аласыздар. Жақта қар жатыр, жаңбыр жауып тұр. Жаңа ыстықтап жүрген еді. Бұл жақтың бір несі сондай ауа райы күрт өзгереді. Қара енді күн шығайын деп тұрған сияқты. Қайда? Одан кейін жол-жөнекей жеңіл ас ішіп алып, жабайы жануарларды көру үшін Хайден аңғарына бет алдық. Жол бойында кемпинг маңында жайылып жүрген бұғыны да көрдік. Ал Хайден аңғарында бизондардан басқа жануарларды кездестіре алмадық. Давай, разнораз. Сондықтан уақытты жоғалтпай Йеллоустоундағы тағы бір әйгілі орынға жол тарттық. Бұл Brink of the Upper Falls, яғни сарқырама. Көпшілік оны саябақтың ең әсерлі көрініс нүктелерінің бірі деп есептейді. Себебі мұнда сарқыраманы алыстан бақыламайсыз. Керісінше дәл үстінде тұрып, оның алып күшін және төменгі құлаған су ағынының керемет көрінісін өз көзіңізбен тамашалай аласыз. Күшті жері. Бізде бұл жер списокта болғандық та? По пути болғасын соғып кетіп жатырмыз. Біздің кемпграундтың қасында міне бұғылардың ұрғашылары. Ағылшынша елк деп аталады. Туристер бәрі бұғылар түсіріп жатыр. Жаңбыр жауып кетті. Одан кейін бір апта бұрын алдын ала броньдап қойған Bridge Bay кемпингіне келдік. Bir түнге төлемі $41. Келген кезде аздап жаңбыр жауып тұрды. Мына біздің келген машина. Мына жерге міне жазып қойды. 46-шы орын, иә? 46-шы орын міне. Біздің осындай орын тұрып қойған. Мына столы бар. Мына жерге костер жағуға болады. Ағаштарды айналадан теруге болады, тегін. Қай жақтан? Мына жақтан аю күтеміз қонаққа. Жоғарыда біздің заттарымыз шығып жатыр. Палаткада ұйықтаймыз. Мына жақта адамдар талап жатады, өстіп дом на колесахтан келіп. Нұрлыбек біздің палатканы құрайын деп жатыр қазір. Алдымен өзімізге шатыр құрып, ішіне төсеуге арналған матрасты үрлеп дайындадық. Жатамыз ба? Сыям ба мен? Сыймайсың, сен далаға жата бер. Окей. Аю жек қоймады ма? Қойш. Туалет пісіп қойған қастарында. Бұл жақта еще таза. Мына жерде ыдыс жуатын жері бар екен еще. Біз келгенімізге шамамен 1 сағаттай болып қалды. Біз келген кезде 1 сағат бұрын кемпграундтың ішінен аю жүріп өтті деп айтқан. Біз үлгермей қалдық. Негізі піскен тамақтың иістеріне келеді дейді, қатты иіс сезгіш дейді. Біз де күтеміз енді ана жақтан. Сен жар енді. Қазір отын жағамыз, мына жерде гречка пісіп жатыр. Бүгін қонатын жеріміз. Мына жерге ошақ жағамыз қазір. Мына кісі томат пісірем дейді. Айнала мынадай
Я не в эту сторону ветер, как бы медведи пришли. бақытты болып жүрсің ғой, мәз болып. істемей өстіп жүре берсең, ә? Кешкі асқа гречка пісіріп, сосиска қуырып, бәріміз бірге отырып тамақтандық. Кештің ерекше атмосферасында шемішке шағып, әңгіме дүкен құрдық. Осындай склад жасап қойған каждый орынның қасына заттарын салып қоясың. Уақытша да тұратын. Сосын аюлар аша алмас үшін ашылу жаран басып ашасың. Bear Proof Box деп аталады. Аюдан қорғалатын бокс. Was made possible through. Біреуі тоже donation жасаған. Міне бүгін осындай лагерьге келіп тұрақтадық. Айналаның бәрі осындай. Бәрі палатка құрып алған. От жағуға болады. Жағымыз орман. Күшті де әр жүрі бітін. Ну, типа, дом на колесах сияқты неге парковкалар, да? Бүйтіп кіретін ана жерде жеңіл машиналар бар. Көршілер жаңадан келді бізге. Мынау біздің орнымыз. Мынау біздің палаткамыз. Бүгін осы жерде ұйықтаймыз. Лагерді қарауға шықтық. Бир спрейіміз бар қолымызда. Аю келіп қалса шашамыз мында. Кейін Нұрлыбек екеуміз аюға қарсы спрейімізді алып, кемпингтің аумағын аралап серуендеуге шықтық. Жолай адамдардың әртүрлі шатырларын, көліктерін және доңғалақты үйлерін көрдік. Әркім табиғат аясында демалысын өзінше ұйымдастырып, ерекше атмосфера қалыптастырып жатқандай әсер қалдырды. Қазақстанға барамыз ғой. Мына жақта неше түрлі не көресің бе? Дом на коляскақты. Барасың ба Қазақстанға осыдан кейін? Осыдан кейін бара алмай қаласың ғой. Көке естіместің бірақ осыны. Мына лагердің ішінде оғы жатыр. Үлкен мүйізі бар. Қараңғыдан көрінбей тұр қазір. Мына жақта уже лагер, амфитеатр бар. Мына жерде сахна кішкентай. Жақта отырады. Күшті істеп қойғанда бір күнге келуге $40. Да? Төсек салайық қасына. Анау басымызға да жаңа. Мына біздің жамылатын көрпеміз. Мынаны бас жаққа қарай былай да? Былай. Дерзкі төсек болғанымыз ғой. Қалай? Тема ғой мынау деген. Бірінші күн міне палаткада жатырмыз біз. Ой, сағат түнгі 1. Мына жерден жаңбыр жауып тұр. Қашаннан жаңбыр жауып тұр? Мына жер тесік сеткісі ашық болғасын, жаңбыр кіріп. Сыртындағы сарының мына жерде жібі бар, қазықпен жерге тартып қағу керек негізі. Қазық болған жоқ та қақпай өтіп біз. Мына бүйтіп созылған кезде мына сеткіден жаңбыр ашып кетіп тұр. Көкеміз суып қалды мына жер. Енді қазір біз басымызды басқа жаққа бұрайын. Осылайша біз Йеллоустоундағы алғашқы күнімізді аяқтадық. Бұл күн әдемі табиғатқа, қызықты оқиғаларға және ұмытылмас әсерлерге толы болды. Саяхатымыздың жалғасын жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.